Жамбыл облысында 5-ші сынып оқушысы бастауыш сыныптың 2 оқушысын зорлап келген. Сұмдық оқиға туралы арнамызға зәбір көрген балалардың ата-аналары айтты. Зорлық көрген оқушылардың бірі 3-ші сыныпта оқиды, ал енді бірі мектеп табалдырығын биыл ғана аттаған екен. Жамбылдағы тілшіміз Шерхан Абзалұлы мектеп жаққа барып арыз жазған адамдармен тілдесіп келді. Ата-аналар айтқан сұмдық оқиға Байзақ ауданындағы мектепте болған. Шағымданушылардың сөзінше бастауышта оқитын 2 жеткіншек жарты жылдан астам жәбір көрген. Бірінші сыныпта оқитын баланың әкесі бұл туралы 16 мамыр күні білді. Ол туралы өз ұлынан естіген. Негізі былтырғы жылы ойнаған о бала мен баламмен. Кейінгі кездерде папа мен ана баладан қорқам деп бір-екі рет айтқан кезде мен оған шілей көп мән берген жоқпын. Үлкен дәретке жіберіп қоятын аха, дегенде мән берген жоқпыз. Оны бір ноябрь айында тексерткенбіз, біз іш құрылысын УЗИ-ге түсіргенбіз. Ол кезде ешқандай ақау жоқ деген. Талабым ауылда бала көз алдында жүрмесе деген талабым. Екі ата-анада мәселені жылы жапқысы келгендер көп болды дейді. Бірі әкімдік өкілдері болса, енді бірі мектеп мұғалімдері екен. Алайда әділдік іздеген олар кінәлілер жазалануы керек деп есептейді. Біз бұл жерде негізінде ешкімге жала жауып отқан жоқпыз. Не мектепке, не ол ата-анаға, ол балаға. Просто білейік, чтоб ақпен қарасын шешсін. Бұл бала, бұл кішкентай баланың құқығы қорғалу керек қой негізінде. Қазір нақты дәлел жоқ қолымызда біздің, бірақ баланың айтуы бойынша сондай нәрселер болған. Балаларымыз жәбір көрді деген ата-аналардың айтуынша азғындық дәл осы орында болған екен. Сөздерінше балаларын түрлі жұмысқа салып, ақшасын береміз деп алдап, осы орынға алып келеді екен. Мектеп директоры қазір мәселе бақылауда дейді. Білім ошағына барлық оқушының ата-аналары шақырылып, түсініктеме алыныпты. Қазір балалармен психологтар жұмыс істеп жатыр. Бірінші сынып пен үшінші сыныптың ата-аналары бүгін сабаққа балаларын жіберген жоқ. Тексертеміз психологқа деген нәрсе айтылды. 5-ші сыныптың оқушысы сабақта, қазір сабақта оқып отыр. Полиция департаменті ата-аналар айтқан жарақат жеткіншектерді жоқ деп мәлімдеме жасады. Дегенмен тексеріс жұмыстары жалғаса бермек. Қазіргі уақытта 10 жасар 5-ші сынып оқушысына қатысты тексеру амалдары жүргізілуде. Қосымша аудан әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандар комиссиясында іс қаралатын болады. Балалардың денсаулығына еш зақым келмеген деген сараптама нәтижесімен екі ата-ана да келіспейді. Енді олар Алматы қаласындағы тексеріске жүгінеміз деп отыр. Шерхан Абзалұлы, Жамбыл облысы, Еуразия 1 арнасы.